Assalamualaikum. Құрметті арлы текті қазақтың қаймақтары. Осы сәт, ол тарихи сәт. Ағатай шайқасында қазақ халқы жойылып кетейін деген кезде бүткіл ұшқан билердің бәрі жиналып, қазақ халқын аман алып қойған. Бәрі бірігіп, қазақ біріксе алатын күш жоқ. Барлық нәрсе Алла Тағаланың қалауымен болады. Әр нәрсе өз уақытында болады. Осы жер, қазір болып отқан жер, Алланың қалауымен. Қазығұрт тауы ол адамзат жаралған жер. Бүткіл адамзаттың бесігі, қара шаңырақтың иесі біз қазақтар. Осы жерде бекер басталып отқан жоқ. Жасап отқан ісіміз. Қажы баба Нұх пайғамбардың кемесіне бірге келген біздің Алматы төрінде жатыр. Сол Қажы бабаға бүткіл қазақ халқының індетінен, аурудан сақтасын, жаманшылықтан сақтасын деп Албан атамыздың атынан ана қыста өзін боз бие сойды. Бүткіл аталарымыздың атына әруақтарына бағыштап. Ең үлкен қазір не? Ең үлкен. Бұл қазақ халқы бір уақытта бірігіп дұға тілек жазса, Құдай Алла Тағала соны қабыл жасайды. Сол өз айтқан тілегім, 2 жыл болып айтып жүрген. Қазақ елім жерім аман есен болсын. Қазағым бай бақытты болсын. Қазағым бүткіл қарызымыздан құтылайық. Жүрегімде иманы бар елім жерім деген президент келсін. Бүткіл Қытайдан, жауларымыздан қазіргі аурудан сақтасын. Биліктегі сатқындардың бәрі келсін, қазақ халқының рухы көтерілсін. Бүткіл сол іс-әрекеттердің бәрі егерде біз қазір бірігіп істейтін болсақ, ол үлкен жаңағы біз өмірімізді өзгертеміз. Құдайдың бір есімі халық дейді. Егерде халыққа қызмет жасасаң, халыққа жақсаң, ол Құдайға да жатқанмен бірдей. Сол үшін бәріміз осы халық үшін бірге жұмыс жасауымыз керек. Қазіргі кезде қазақ халқы адасып кетті. Баратын жер кімнің артынан ерерін білмей. Сол кезде қазір аталарымыздың жолын қуып, жолын ұстап, біз қазір жол көрсетуіміз керек. Сол үшін қазір Құдай біз бәрімізді біріктіріп отыр. Сол үшін құрметті жерде айтады ғой, билер дейді, билер ол халықтың мұң-мұқтажын айтып, халықтың мәселесін шешетін адамдар. Біз сондай болуымыз керек. Біз жалтақтап, өкіметке қарамауымыз керек. Біз бүткіл халық қазір бізге қарап отыр. Біз қазір билеген ол жоғары, өте үлкен ат. Соны біз өте жоғары ұстауымыз керек. Халық бізге сеніп, бізге не алатындай болу керек. Билердің арқасында қазір біз сол талып отқан қазақтың санын азайтамыз. Қазақтың балалары төбелесіп, соғып бір-біріне қанша төбеле жатыр, 3-ші орында тұрмыз дүниесі бойынша. Соны біз қазақтың санын азайтуымыз керек. Салт-дәстүрімізді көтеруіміз керек, тілімізді көтеруіміз керек. Айтады ғой, жақсы елдің баласы бір-бірін батырым дейді. Сол үшін өзім алаш-алаңдар деген қозғалыс құрдым. Сол қозғалыс айтады ғой, бір-бірін жаңағы біз қазақты осы күнге шейін бізді сендер адам емессіңдер, біз жаңағы адам жасадық деп, бүйттік деп осы күнге шейін біз алып келді. Сол үшін біз қазақтың деңгейін көтеру үшін алаш-алаңдарды қойып бір-бірімізге күнде амандасамыз. Ассалаумағалейкум, армысың. Құрметті алаштың армандары деп біріміздің деңгейімізді көтереміз. Сол үшін бір-бірімізді батырымыз деп бірімізді көтеруіміз керек. Бірімізді төмен баспауымыз керек. Мына қазақтың батырлары 5 батыры 45 Қытайды сойып сол жерде Қызылағашта төбелесіп сойған кезде сол бүткіл қазақтың жігіттері мен Рысбек ағамыз Алматы облысына барып сол 45 Қытайды ұрмаған қазақтың жігіттерін шығарып алып түрмеден. Сөйтіп пандемия басталғаннан бері бүткіл қазақтың аналары аш қалды деп біз біргеміз деп бүткіл халықты көтеріп, Тоқаев мырзаға шейін айтып бүткіл олигархтардың бәрін көтеріп, қанша аналар көмек алды, қанша аналар үй алып кетті. Сондай қозғалыстар жасап жатырмыз. Көптеген қазақтың мәселесін көтеріп, 2016 жылы 10 миллион гектар қазақтың жері кетіп қалды деп. Сол кезде бүткіл халық көтеріліп, 5 жылға мораторий қойды. 21 жылы бітті май айында. Сол кезде митингке шығып қайтадан қазақтың жері қорғап қалды. Қытайға 1 метр жер қазақтың жері бермеу керек. Бір Қытай келсе ертең ол артынан миллиондаған Қытай келеді да 2020 жылға шейін 20 миллион Қытай кіру керек болған. Олардың армандары аралға шейін біздің жерде отыр. Северный Қазақстанда қазір орыстар біздің жерімізде отыр. Сондай өте қиын-қыстау кезде қазір біз билер бәріміз бірігіп, осы қазақты осындай кезіміз алып қалуымыз керек. Сол мәселені айтуымыз керек біз. Мына кішкентай ұрын-бұрын нәрсе керек жоқ.
Қазір өте қиын заманда тұрмыз, өте қиын кезеңде тұрмыз қазір. Вакцинация қазір келіп жатқан Қытайдың вакцинасымен қазақты қырып жатыр. 2020 жыл июнь айында дезинфекциямен қанша қазақ қырып жіберді сол кезде. Сол кезде шыққаннан кейін ютубты шулатып, дезинфекцияны дерек тоқтатыңдар деп тоқтатып, бүткіл қазақтың өлімі тоқтады сол кезде. Сол үшін қазірден бастап дезинфекция жасамау керек. Балаларымызға вакцинация жасамау керек. Вакцинация өлімге алып келеді. Вакцинация белсіздікке алып келеді. Қазақтың ұрпағы жойып кетеді. Сондай мәселені талқылауымыз керек. Бауырлар, сол жағына айтатын кішігірім әңгіменің керегі жоқ. Бүткіл халық бізге қарап отыр. Би деген айтады ғой, бір топ қасқырдың басында ит жүрсе дейді. Біраз уақыттан кейін жаңағы қасқырлар ит сияқты болып кетеді дейді. Ал бір топ иттің басында арлан қасқыр жүрсе дейді. Ертең күні жаңағы иттердің арлан қасқыр болады дейді. Сол үшін топтың басын арлан қасқырлар басқару керек. Биге лайық кісілер басқару керек. Ана кішігірім әкім не айтады деп бас кердің қазақ керек жоқ. Ондай би керек жоқ. Қазақ халқының мүддесін қорғайтын, қазақтың тілін, қазақтың намысын, осы мен деген күресіп жүрген әр қазақ бай болу керек. Ата-бабамыздың әруақтары осы жерге қан төкті, қасиетті жерге. Әр қазақ осы жерде бай болуға лайықты. Әр қазақ біздің аталарымыз бізге тастап аманатпен. 10 шақты адам бүткіл қазақтың байлығын емделіп отыруы дұрыс емес. Әр қазақ бай болу керек. Әр қазақтың тілі үшін күресіп жүрміз. Тілді жоғалтсаң ұлт жоғалады дейді. Сол үшін тілдің деңгейін көтеруіміз керек. Халықтың деңгейін көтеруіміз керек. Адашып қазір бүткіл жастар өте көп. Ана жүрегінде иман жоқ. Адашып жүрген қазір рухани адамдар аз жастар. Соған біз рухани байлық беруіміз керек. Ата салт дәстүрімізді көтеруіміз керек. Рахмет бауырлар, көп сөйлесем. Рахмет. Рахмет, Алла разы болсын. Енді жасағанға бата берейік.